легенда казахского ММА Жуман Жумабеков. В главном событии Найза 76 против Бруно Роверсо из Бразилии. Жуман алаң ортасында. Роверсо алғашқы бір шабуылдың ишаратын жасап көрді. Жуманның тік тұрып төбелесу мәнерін өте жаны сүйетіндігін жанкүйерлер біледі. Но кто вспомнит, что он вообще начинал с борьбы? Ол бір өте қызықты дерек. И ведь ударку он не просто подтянул, а стал одним из по-настоящему элитных ударников. В Намаде он забрал пояс. На скачке залетает с чекхуком. Жуман Жумабеков, Роверсо. Я, сондай сол аталмыш лиганың чемпионы, одан кейін Найза чемпион деген атағы бар. Мансабында енді. Ой, жақсы, қысқа қаштық та. Но он бился и в хардкоре. Встречался с тем же Набинабиевым. Чушимбиева он выиграл. И... продолжают выяснять отношения в стойке бойцы. Жуман Жумабеков пропускает лоу. Тек тұрып ұрсауда Жуман өте жоғарғы деңгейдегі жауынгер. Роверсо ол да іркіліп қалуды білмейтін, сондай тәжірибесі өте жоғары жауынгер. Міне Жуманның тарапынан үш соққыдан тұратын комбинация. Роверсо әзірге өзіне сенімді. Бір қызығы жаңа 8 бұрышқа беттеп келе жатқанда Роверсо Жуманнан кішірек көрінген сияқты. Қазір салыстырсаңыздар, тіпті бразилиялық ірілеу сыңайлы, аздап бойшаңдау. Но нет особого смысла для Роверсо выяснять отношения в стойке. Он с коленом пошел вперед. Жумабеков опять отошел на дистанцию. Я Жуман тарапынан без... Хороший правый прямой запускает. Готов размениваться Жумабеков. Сколько крови было, сколько сил потрачено на Намаде. Были просто феноменальные у него бои в этой организации. Но и в Найзе, конечно, тоже случалось. Найзадағы да жекпе-жектер енді әрқайсына жеке-жеке бір деректі фильм түсіруге болады. Жалпы бұл Жуманның мансабында да деректі фильм түсіруге лайықты жауынгер. Жеткен жетістіктер. О, міне тамаша қазір қос соққыдан тұратын нәтижелі комбинация. Роверсо бір орында қалып қойды. Сдвоенный джеб и правый прямой запускают с локтем. Роверсо заходит на близкую дистанцию. Апперкот выбрасывает, затем прямой. Лоу-кик в ответ от Бруно Роверсо. Пытается он замедлить своего соперника. Мощно попал, но, по-моему, Роверсо скорее, чем Жумабеков. Жуман ол пошел. Тіке соқты. Дидар енді бір қызықты дерек айтайын. Осы айқасқа бір 2-3 апта уақыт бұрын Жуман тарапынан тағы да нәтижелі соққы. Қазір 1,5 минуттай уақыт бар. Ой, бразилиялық бара шабуылы ширай түскенде. Ой, тіке соққы, тамаша! Жуманның оң қолы Роверсоның екісін дәл тапты. Жуман ашыла бастады қазір. Ақырын. Міне тағы да. Шикарная поддержка у Жумана Жумабекова сегодня. Понятно, что большинство зрителей пришло посмотреть на него. Но дальше там внизу выяснять отношения он не собирается. И кроме того, в пах попал Бруно Роверсо Жуману. Я, Роверсо біраз құйтырқы әрекетке барды ма? Әдей істеді ма, істемеді ме? Нет, это было не намеренно. Но от этого проще Жумабекову не становится 100%. Бруно Роверсо такой. Кажется, что немного корявый, странная стойка, сами удары будто чаще всего не подготовлены. Но того же Грозина он одолел. Ыңғайсыздау
қарсылас және желкемнен соқты дегенде ишарат жасап жатыр ма қалай? Жұман біраз тыныстап алуға жақсы мүмкіндік алды, әрі жанды жерден тиген соққы. Ну что, продолжают бойцы. Жуман Жумабеков в стойке вернулся, восстановился, насколько я понимаю. Остается 30 секунд до конца первого раунда. Ой, тіке соққы аяқпен. Мандай Жұманның аяқпен жасаған соққыларын жиі көре бермейміз. Хайкик, словно в матрице. Жумабеков отклоняется от удара. 10 секунд остается до конца. И опять с коленом Роверсо летит вперед. И локти, но они не легитимны. И уже об этом Манап Капниев ему говорил. Он предупреждал. Роверсо все равно берет свое. Странно. Яғни төбеден бұлай. Да. Яғни бейне қайталау сәті жаңа. Сол жаңағы оқиғаны әрі қарай өрбітетін болсақ, сол Жұман салмақ қуу рәсімін бастап жатқан кезде өзінің бір жанкүйерге деген осы айқасқа салмақ қуу рәсімін бастап, осы айқасты жарнамалап жатқан сәтінде Жұман бұл менің мансабымдағы енді соңғы жекпе-жегім болады деп ресми түрде мәлімдеген еді. Міне, осылайша 35 жасқа келген шағында Жұман Жұмабеков өзінің мансабындағы ақырғы жекпе-жегін өткізуде. Енді жасы да келді, отбасылық жауапкершілігі бар иығында. Осындай сәттер енді кез келген азаматты ойландырады деген ойдамын. Міне, Жұмабеков қазір қауіпті. Хайкик Роверсо тарапынан Жұманнан жауап. Ну, серьезное покраснение на передней ноге у Бруно Роверсо. Екі соққысы дәл тиді Жұманның. И, по-моему, нащупался, да? Қашықтығын тапты. Нашел самый главный инструмент Бруно Роверсо, скорее, даже не дистанцию. Не успевает Жуман за этими лоу-киками. Хай! Тіке соққы тамаша. Жұман енді соқсын дәл тигізетін қашықтықты тапты. Әрғара жемісті шабуылдауға. Зашел с одиночным и сразу отошел. Жумабеков. По-моему, чуть повело. Роверсо в моменте. Роверсо тепе-теңдігін жоғалтқандай қазір. Қалай, аздап аяғда. Справа! Жұман асығатын емес. Дегенмен тәжірибе бар. Және өзі айтқан болатын жанкүйерге жарқын шоу тарту етуге барымды саламын деп. Ал қарсыласы бір айғарап жұлдыз санап жүрген біреу емес, өте тәжірибелі, азулы жауынгер бразилиялық. Өздеріңіз байқап отырғандай. Сондықтан осындай сақтықпен, жақсы қазір. Жұман сол қолымен тағы бір тегеурін соққысын дәл жеткізді. Бразилиялықтың аяғын шалыс баса бастады. Қимылы бірінші раундтағыдай емес, сылбыр, баяулау. Вновь в центре октагона оказываются бойцы Жумабеков. Ну, постоянно меняются ролями. Соперники не застойываются. Жумабеков! Ох, проверяет, конечно. Ну, какой стойкий Роверсо. Тут просто на всю арену звук вот этого удара слышен. Роверсо хоть бы хны.
бразилиялықтың соққыны көтере алатын қабілетін жоғары бағалауымыз керек. Төзімділік. О, міне! Просто отлетела голова, тут же вернулась на орбиту Раверсо. Жұман лайықты бағасын берді. Қарсыласының соққыны көтере алатын қабілетіне. Енді Жұмабеков үшін Корпус. осындай соққыларды жиі жасау қажет. Онда өзі жақсы түсінеді. Бразилиялық бір дәл соққыны күтіп жүрген сыңайлы. Суперкотом пошел оверхенд. Не в цель. Жұмабеков. Возвращает в центр, подключает ноги. 1 минуттай уақыт бар раундтың аяқталуына. Жұманның шабуылдары бір деңгейде. Жақсы. Яғни толассыз емес, үзіп шабуылдауда. Бұл күшті 3 раундқа тең үлестіруге, тең сақтауға. Сонымен қатар қарсыласқа да жұмыс істеуге мүмкіндік беруде. Ну что, подрастерял бразильский Крейзи. Бруно. Лоу-кик. Бразилиялық. Жиі аяқпен соққы жасайды. Раверсо тут же поднимает руки, закрывает голову, но Жұмабеков начинает поход, возможно, за финишем. И с коленом Раверсо переводит Жұмабеков. Рассечение есть. Пропустил Раверсо. Очень мощную двойку. Точно в цели. До сих пор не восстановился. Раунд соңындағы басымдықты одан сайын шегелей түсу үшін Жұман өте сәтті әрі жойқын комбинацияны тарту етті. 10 секунд шамамен уақыт қалғанда Раверсоның қорғанысын тасталған еді. Жойқын соққылар, қараңыздар. Бірақ енді бразилиялықтың төзімділігін жоғары бағалауымыз керек. Раундтың соңындағы жақсы бір үзіндік бар еді. Міне соққылар саны бойынша барлық. Бразилиялықтың жанарында шешуші 3-ші раунд. Жауынгерлерге қолдау көрсетейік, ағайын! Бразилиялықтың жанарында бір сұрақтың белгісі бар. Ал Жұман шабуылды ширата түседі. Тамаша. Тағы да жақсы комбинация. Взрывается Бруно Раверсо. Осознает, что только финиш поможет ему одержать победу в этом поединке. Бруноның сол жақ көзін байқасаңыздар, асты тілініп кеткен, үсті сіп кеткен. Бұл бағанағы жойқын соққылар нәтижесі. Жұман алға интелей барып сол жақ қолмен жақсы апперкотын жеткізді. Енді тайминг өте керемет Жұманда. Қас шебері деп айтуға болады. Жұдырықтасудың. Раверсо әзірге бір орында тұрып қалуда. Өйткені қауіптенеді. Жұманның бағанағы соққыларынан. Өте бір әмбебап жауынгер екеуі де. Бразилиялықтың бағана айттық қой, төзімділігі, функционалдық дайындығы өте жақсы деңгейде.
О, опять сам доносит. Тағы да. Екі соққыдан тұратын комбинация. Ну нет, очень медленный удары от Раверсо. Өйткені бағана Жұман қарсыластың ішіне көп соққы бағыттады ғой. Соның да нәтижесі бұл бразилиялықтың қазір қимылы баяулай бастағаны. Міне, тағы бір соққы ішке. Ой, қауіпті қазір. Бразилиялық тіземен соққан болатын, одан кейін Но важно не попасться сейчас, достать свою голову Жуману и... позициясын қалай, өте сәтті жақсартып алды. Енді міне бразилиялықты қараңдаршы, нағыз бір құйтырқы әрекеті ғой. Бір шетінен құйтырқы соққылар. Осы шынтақпен дәл төбеден соғатын соққылар. Жұманның басы қанады ма, әлде бразилиялықтың қабағы жарылды ма? Осы сұрақ қазір. Да нет. Жұманның басы жарылған екен бағанағы шынтақпен жасаған соққылар. 2,5 минуттай уақыт бар. Иә, бразилиялық өзінің жақсы осы ғой шынтақпен жасаған соққылар. Бұлай төбелеспесе Жұман бола ма? Справа! Запускает ракету Жумабеков. Бразилиялық аяқпен тәуір соққы жасады. Но он быстрее. Он успевает выбросить эту серию и сразу отойти. Раверсо. Роберто қазір просто принимает. Но наступает все так же. Спрыжки. Роберто өте жақсы түсініп тұр ғой. Жұман сияқты жекпе-жек жұлдызын жеңетін болса бірден. Ну да, победа в таком бою сразу поднимает твои акции. Ал енді Жұман ол да жақсы түсінеді, 1 минуттай уақыт бар. Өте сауатты стратегия қазір. Басынан аққан қан аз да болса толастаған сыңайлы. Минута остается до конца боя. Жумабеков, Раверсо. Главное событие на ИЗА 76. Нет, Раверсо, по-моему. Енді лақабат Арлан деп біз айтамыз ғой. Осы Жұманның жанарына қазір көз тастаңыздаршы бір сәттегі. Нағыз бір қасқырдың көзі сияқты. Жұман 30 секундтай уақыттар жақсы. Раз-два. Все попал. Сразу отошел. Очень умно. Дәл соққылар жиілігі Раверсо бойынша. готовит удар с разворота и падает. Дәл соққылар саны бойынша да бұл раундта Жұманның басымдығы сөзсіз. Роберто қанның дәмін сезіп Точнее, Жумабеков, это 3-0. Міне тағы да бір кішігірім нокдаунға жіберуге сәлек қалған соққы. 3-0 по раунду. Және айқас аяқталды. Ну, я вот не знаю, могут ли быть какие-то сомнения по поводу решения. 30-27, Жумабеков. Красивая победа в стойке. Просто... Друзья, давайте поаплодируем гостю из Бразилии, нашему местному Жуман Арлан Жумабекову. Ардақ жанкүйерлер, осынша Дайте шуму нашим бойцам, вас не слышно. Турнирдің басты айқасы өз мәресіне келіп жетті. Жумабеков өзінің мансабындағы соңғы ақырғы жекпе-жегін өткізді. Яғни енді бұл осы азаматтың өз қалауы. Бруно Роберто, бразилиялық жауынгер. Міне екеуі қазір бір-бірімен құшақтасып, бұл айтқанда бір-біріне деген лайықты бағасын беріп сыйластығын білдіруде. Сіздерге комментаторлық қызмет көрсеткен мен Серік Ноян және әріптесім Дидар Қадыров. Үнемі Спорт Плюс телеарнасы және Найза ТВ қосылы болсын. Шындығында тарихи бір сәттің куәсі болдық, тарихи жекпе-жектің куәсі болдық. Жұманның есімі Қазақстанның ММА тарихында алтын әріппен жазылуға лайықты деп қорытындылағым келіп отыр. Қазір енді жеңімпаздың есімін
жариялайды. Ринг анонсерimiz және нәтижені күтудеміз. Міне Жұман. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтың нәтижесі бойынша төрешілер шешімін хабарламас бұрын тағы да қос жауынгерге қошемет көрсетейік. Шаңаян! Сонымен 3 раундтың нәтижесі бойынша барлық төреші 27-де 30. Сонымен бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Жұман Арлан Жұмабек!